Қазақтың даласын араласақ, тұнып тұрған тарихи, заттай деректер өте көп кездеседі. Байқасаңыздар, ертеден тасқа қашалған суреттер, петроглифтардың талай сыры ашылды. Сол заманның өнері, болашаққа қалған сурет, жазу және балбал тастар өзінше тарихи сырын бізге беріп отыр. Әлі де сыры ашылмаған тылсым күші бар дүниелер әлі де кездеседі. Солардың бірі тағдыры беймәлім болған бір сурет туралы естігенімді айта кетсем. Қазіргі Павлодар облысы Аймауытов отделениесіне қарасты Қызылтау деген жерде ерекше тасқа қашалған тылсым сурет табылды дейді. Ол тасқа сәукеле киген қыздың бейнесі салынған. Ол сурет көзге көрінбейді. Тек күн шақырайып тас төбеге келген кезде, күн сәулесі тасқа төбеден түскенде таста әдемі сәукеле киген қыздың бейнесі шығып, адамдарды таңғалдырған екен. 1970 жылдар шамасында осы тастың сырын тексеріп келген ленинградтық археологтар тылсым суреттің құпиясын тексере бастаған. Сол жылы тікұшақпен Ленинградқа әкетті дейді. Сол суреттің тағдыры не болды екен? Осы туралы естіген адамдар бар ма екен?